Сәлем достар! Торнадо атмосферадағы ауаның айналымы және қозғалысы. Ол ауа райы ыстық кезде және атмосфераның тұрақсыз уақытында қалыптасады. Біз бүгін сіздерге адамды өзімен бірге алып кеткен торнадо жайлы айтатын боламыз. Бұл оқиға Қытайдың солтүстік батысындағы Гансу провинциясында мектеп спорт жарысы кезінде орын алды. Және кенеттен торнадо келді. Ол алғашында әлсіз болатын, бірақ ол бірнеше минут ішінде оқушылардың заттарын, тіпті бір оқушыны ауаға 3 метрге дейін көтерді. Мұғалім оны ұстап алуға тырысты. Алайда аздаған уақытта торнадо тоқтап, оқушы құлап қалды. Сосын ауруханаға ол кішкентай бас жарақатымен түсті. Бұл видеоны түсірген адамдар торнадодан аман қалды. Бірақ көк киімдегі адамды торнадо тұрған жерінен 4 метр ұшырып алып кетті. Дәрігерлердің айтуы бойынша ол аса қатты зақым тиген жоқ дейді. жылдың 1 наурызында Бразилияның Пернамбуку штатындағы жағажайда ауа райы қатты жел. Бірақ бұл жағажайға адамдар көп келді. Бір кезде теңіздегі су торнадоны көрген демалушыларды қатты қорқытпады. Кенеттен құйын жағаға шықты. Сол кезде адамдар қаша жөнелді. Бірақтан да көптеген адамдар ауаға көтеріліп кетті. Оларды осы кадрлардан көре аласыздар. Бірінші маусым күні 2017 жылы Башкирияға қорқынышты торнадо келді және қатты жаңбыр жауып кетті. Бұл видео көлікте түсірілген. Және көліктің ішіндегі адамдар сол мезетте не болып жатқанын мүлдем түсінбеді. Содан кейін олар көлікке бір ауыр зат соғылғанын сезеді. Сол кезде ғана торнадо екенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін бір бос орын қалмаған. Бәрі қираған. Бір таңғалдырарлығы көлікте отырған адамдар торнадодан аман қалған. Бұл видеода Лаура есімді әйел өз телефонына торнадоны түсірген болатын. Бірақ торнадо көліктен өте алыс тұрған. Бірақ бір уақытта ол өз бағытын өзгертіп көлікке қарай барады. Торнадоның аты F4 деп аталады. Бір кезде торнадо көлікті ауаға қарай ұшырып алып кетті. Достар, сіздерге осы видео ұнаса лайк басып арнамызға тіркеліп отырайық. Және қоңыраушанды да ұмытпаймыз. Сол кезде біздің дәл осындай қызықты видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.